Қасқыр жайлы хикаялар. Авторы Бекен Қайратұлы. Оқыған диктор Жұмабек Әлімханұлы. Атам қазақ еліші өнер кеніші деп бекер айтпаған екен. Дәл осы тұрақты тіркестің растығына жуықта туған жерге барып, сол өлкөде өсіп өнген ағайындармен болған әңгіме үстінде көз жеткізгендей болдық. Яғни, ел аузынан небір қызықты оқиғалар естідік. Әсіресе тау жастанып, жазира жамылып, тұмса табиғаты бұзылмаған өлкөде өмір сүрген халық арасында небір таңғаларлық, тосын қызықты оқиғалар кездеседі екен. Оның дені қасқыр жайлы хикаялар. Соның бір шоғырын газет оқырманына ұсынып отырмыз. Қасқыр жетелеген кемпір. Бұл оқиға ертеректе болған екен. Жайлаудан құлаған ел күзеулікке жамырай келіп қонып жатқан тұс. Бұрынырақ көшіп келген ауыл адамдары кейін келгендерді ерулікке шақырып мәре-сәре. Осындай бір қыдырыс кезінде жасы әудем жерге келіп қалған кейуана кемпір әдеттегідей қара тұмсықтың арғы бетіндегі жағал төбені жастана қонған үлкен ағашларына ерулеп баруға жолға шығады. Екі ара оншалыс емес. Жаяуға ет асым жер. Еңкіш тартқан кейуана күзгі самал желпіген ақштыра шылаушын желбіретіп, қолында көне тоз орамалға түйіп ұстаған 5-6 құртымен жарты таба наны барып баяу адымдайды. Жарықтық кезінде Алтай қобдақ аты шыққан байдың қыз екен. Қазіргі күні мынау, яғни төңкерістен кейін төңкеріліп түскен көптің бірі. Әкеден қалған мыңғырға мал қазір үкіметтің мүлкі. Тек шешесі бейбақ байталау кезінде енесінен қалған жалпақтығы беселі сом күмістен құйылып, жиегіне жіңішке күміс жіппен сырмалы ою шекіткен, қалыңдығы пышақ сырты білезігін беріп кеткен. Оны кейуана көп жыл жан баласына көрсетпей сандыққа сақтап келген еді. Диірменнің тасындай шырайын алған дүние тағы бір төңкерілгенде саясат жұмсарып, қарғыс алысқа ауысты. Сөйтіп кейуана апамыз сандықта жатқан сом білезікті жасқанбай тағып жүретін күнге де жетті. Енді сүт пісірім жүрсе апамыз діттеген жеріне жетері хақ. Алдағы ұрымтал белегірден асса болды. Бұл жерді былайғы жұрт қасқыр соқпақ дейді. Себебі артқы жақтағы Қызылтау жаматыда бөрі ұялайды. Олар күзде есейген күшіктерін ертіп осы соқпақпен ойға түседі. Қызық болғанда апамызға ұялы қасқыр кездесе кеткені. Бұлар сел жырған терең жылғаға жығылып, өліп өлген кәрі сиырдың жемтігін жеп жатыпты. Жалғыз жарым кәрі кейуананы көрген үйірдің арланы ақырын тайқып, күшіктерін бастап жылыстай берген көрінеді. Әлде қорықты, әлде солай жасауды құп көрді ме екен, апамыз қолында қисық таяқ қасқырларға қарай ақырып ұмтылыпты. Сол сәтте жемтікті қызғанған өлекшін қаншық қасқыр тұра ұмтылып, кейуананың қолын білегіне дейін қауып алса керек. Қызық болғанда қасқырдың тісі сом білезікке тиіп, шақыр-шұқыр тістесіп тұрып қалмай ма? Сасып қалған апамыз қасқырдың тілін қызыл өңешімен қосып бір бала қойыпты. Әлде ерлік, әлде Құдайдың қуаты. Сөйтіп жарықтық тілі тұтылып, өңеші шеңгелденген қаншық қасқырды жетелеп ауылға алып келіпті. Мына қызықты көрген нағашылар ауылының білекті жігіттері дереу кемпірдің жетегіндегі қасқырды сойылмен соғып алыпты. Аю жарған қасқыр. Бұл оқиғада тым ертеректе шамамен Шыңжаң Алтай бетіне қоныс тепкен қазақтар өрісін кеңейтіп Қобда бетіне қоныстана бастаған тұстейді үлкендер. Білтелі мылтығын асынған аңшы қазақ өрмегей тасуының екі бетін кезек-кезек шолып аңаулайды екен. Бірде биік жартастың көлеңкесінде жусап жатқан бір топ тау ешкіні көреді. Бұлардың біреуін атып алмаққа ақ жағына шығып, аяқты мылтығын құрып қойып, жануарлардың өруін күтіп жатады. Сол екі ортада үлкен қоңыр аю жардың үстіне баспалап шығып, күректей тасты жусап жатқан тау ешкілерге атады. Ешкілердің біріне тас дәл тиіп сеспей қатқан екен. Қалғаны дүр өтіп үркіп жоқ болады. Аңшы Құдай берді деп аюды атуын қайланады. Аю қорбаңдап келіп, олжасын жөкімдей бастайды.
Аңшы асықпай белдігіне байлаған дар қабын алып, оны Оқшантайға құюға оқтала беріп, аюдың оң жағынан баспалап келе жатқан көк шулан қасқырды байқап қалады. Енді не болар екен? Қасқыр оқша атылып, аюдың астынан зып етіп өте шыққандай болады. Аю арс етіп, бауырынан өте шыққан қасқырды қауып түседі де, қорбаңдап бірдемелерді суырып әбігерге түседі. Аздан соң қорбаңдаған аю тып-тыныш жер бауырлап жатып қалады. Не болып жатқанын көлденеңнен аңдып отырған аңшы түсіне қоймай, ақырын күтеді. Арада сүт пісірім өткенде, мана аюдың астынан ағындап өте шыққан көк шулан асықпай келіп, аюдың олжасын жей бастайды. Аю тырп етпей үнсіз жатыр. Оған бір нәрсе болғанын аңғарған аңшы дереу қасқырды атып алып, жартастың түбіне келсе, аю өзінің шек қарнын суырып алған, өліп жатыр. Сөйтсе, оқиға былай өрбіпті. Олжасын апыл-ғұпыл жәукемдеп жатқан аңқау аюдың сырын білетін кәнігі қасқыр, оның астынан өткенде жұқа шабын жарып кеткен екен. Қасқырды қабам деп арс еткен аю өзінің шала жарылған шек қарнын өзі суырып алып, ақыры өліп тынған. Оның өлгенін күтіп тұрған айлалы қасқыр жетіп келіп, семіз тауешкінің етін жей бергенде, оны аңшы атып түсірген. Қасқыр алған сасық күзен. Тағы бірде жалғыз аңшы ен далада келе жатып, құла дүзде жайылып жатқан қалың суырды көреді. Суыр жүрген жерге қасқыр, қарсақ, сасық күзен сияқты терісі бағалы жыртқыштар келері қақ. Осы түйсікпен аңшы атын сайдың ішіне доғарып тастап, өзі тастан тұрғызған қалқанның ығында жасырынып жатады. Көп етпей суырлардың аңқиттаған дауысын естіп, басын көтермей маңайын шолып қараса, қарсы беттен бір қасқыр суыр ұстау үшін бауырлай баспалап келе жатқанын көреді. «Қап бәлем, қанды басыңды бері тарт» деп мылтығын кезей бастағаны сол еді. Әлгі қасқыр ыршып-шоршып, өзінен өз жанталасып қарғи бастайды. Алыстан анық көрінбейді. Қасқырдың алқымында бір нәрсе жабысып жүргенін сияқты. Не болып жатқаны түсініксіз. Бір заманда қарғып болдырған қасқыр сылық түсіп жатып қалады. Сол беті тұрмайды. Аңшы оқтаулы мылтығын кезей ұстап жақындап келсе, қасқыр өліп жатыр. Алқымы қан жоса, тамағынан әлі қан ағып жатыр. Аңшы жан-жағына бажайлап қараса, анадай жерде шақар, сасық күзен отыр. Сонда барып аңшы оқиғаның мән-жайын түсінеді. Яғни есі кетіп суырды баспалап келе жатқан аш қасқырды сасық күзен көреді де, жемме ортақ болмасын деп білдірмей келіп оның тамағына жабыса кеткен. Оны есіл-дерті суыр болып келе жатқан қасқыр байқамай қалған. Сөйтіп өткір тістермен қасқырдың күре тамырын орып жіберген. Қасқыр алған сасық күзен ақыры аңшының оғынан құтылмаған көрінеді. Қарға көмілген қасқыр. Ел жақта Қабылмұрат Қариұлы дейтін сыныптас досым бар. Мына әңгімені сол айтып берді. Өткен 2000 жылдардың басы болатын дейді Қабаңдос. Қараша айының басында табиғатты қорғау қызметкерлерімен бірге Ақсу Сырғалы өлкесіне бардым. Менің міндетім қар көп жауған жағдайда жол бұзатын техниканы басқару еді. Расында бұл өлкеге қар ерте түседі. Соған байланысты таудың суыр, тараққұйрық сияқты сағаңдар ойдағы хайуандарға қарағанда ерте ұйқыға кетеді. Бұл өлкеде тауешкі мен арқардың үйірі мол. Табиғат қорғаушылар қыс түспей тұрып белгіленген нүктелерге кесек-кесек тұз тастап, қар қалың жауатын ойпаң жерге емес, биік-биік жалаңаш қыраттарға престелген шөп апарып тастайды. Қабаңдостың айтуына қарағанда, жұмысшылар ерте тұрып, тұз бен шөбін арқалап тауға шығып кеткен. Тұрақта бір өзі қалған соң, іргеде қаңтарулы тұрған қарда жүретін көлікті міне салып, көртік қарды жиектеп бара жүріпті. Таудың ықтасын қолатында қонақтаған бір топ тауешкі мотордың үнінен үркіп өрлей бергені сол екен. Бөктерден құлдай желген үш қасқыр тұра қалып, ішіндегі ірілеу бірін суағар жылғаға жиналған омбы қарды апыр-топыр қазып көміп тастайды да, қалған екеуі тауешкілерді екі жақтан қаумалап, тықсыра дәл көмулі қасқырдың үстіне келіп тоқтады. Осы сәтте қардың астында көмулі жатқан қасқыр қарғып тұрған үйірдің дәл ортасында орғып бара жатқан серкештің алқымын ала түсіп басып қалыпты.
Бұл оқиғаны көзімен көрген досым. Егер бұл дүниені көзіммен көрмей біреуден естісем сенбес едім. Қасқырдың мұндай ақылды боларын кім білген деп, басын шайқап таңданып отырды. Қасқыр соққан Кәсіп апай. Бұл оқиға Қобда аймағының тек қазақтар мекендейтін Қобда сұмыны жерінде болған екен. Жон жайлап, тау сағалап өскен халық даланың тағысы қасқырмен соқтығыспай жүруін екен саяқ. Осындай күннің бірінде Кәсіп Бейсбай қызы дейтін апамыз түн ішінде қотанда дүркіреп, қой үріккен соң жүгіріп далаға шығады. Ай сүттей жарық. 2 күн бұрын қыстауға көшіп келгендіктен отар қойды тас қораға қамамай сыртқа тастап қойған болатын. Үйден атып шыққан апамыз бажайлап қараса, отар қойдың ортасында ит сияқты бір хайуанның жүргенін көз шалады. Қасқыр дейін десе тұрқы кіші. Ал иттің қотанға түсіп қой үркіткенін бұрын соңды көрмеген. Ойланып тұрып уақыт жоқ. Апамыз жан жағына қараса қолына іліп алар ештеме жоқ. Содан тұрам тұлып ақшулан иттің артқы сирағын шап еткізіп ұстай алып, сүйрей жөнеледі. Сүйреп келе жатып ойланды. Мына хайуан ит емес, ит болса қыңсылар еді. Тегі күшік қасқыр болса керек. Көңіліне күдік кірген Кәсіп апамыз қасқырдың сирағын тастай беріп, қақ шекеден құлақтайды. Қасқыр бұлқынған сайын бас терісі бұлғақтап күш беретін түрі жоқ. Бір кезде арпалысқан қасқыр кірш еткізіп алақан тістеп алады. Оған қарайтын уақыт қайда? Айқасып жүріп үйде жатқан күйеуіне тез тесені әкел деп айғайлайды. Ойында ештеңе жоқ үйден шыққан күйеуі кеше ғана қойдың қиын ойған темір тесені іздеп кетіп барады. Тез тесені әкел. Не болды? Көрмей тұрсың ба? Бейбақ қасқыр құлақтап жатырмын деп астына басып алып, тарп еткізбей ұстап отырған қасқырды көрсетеді. Енді момын күйеу сасқалақтасын. Тесені алып жетеді. Ор тұмсықтан. Сасқан күйеу тесемен қасқырдың тұмсығын емес, әйелінің қан жоса қолын періп кетеді. Өй қара басқыр, мен емес қасқыр тұр. Содан не керек, тесемен соққылап жүріп қасқырды естен тандырады. Қасқыр өлді. Бірақ апамыздың қасқырдың құлағында қарсып қалған қолы жазылмайды. Зорға дегенде қарсыған қолын босатып, деп көршісі Оразбайға тез жетсін деп адам жібереді. Сол екі ортада қойлар тағы да дүретіп үркеді. Қараса, әлгі өлген қасқыр сүйегін сүйретіп, жер бауырлап жылжып барады екен. Әбден ашуланған Кәсіп апамыз үйден соғым соятын ағаш сапты пышағына алып шығып, ақшуланың қарнын жарып тастап барып тынышталады. Таң жарығымен шауып жеткен Оразбай оташы дереу қасқырдың өтімен бауырын араластырып, бөрінің тісі тиген жерлерге жағып шығады да, сыртынан қасқырдың шарбы майымен орап тастайды. Аз күнде апамыздың жарасы жазылып, ел ішінде қасқыр соққан Кәсіп атанып кеткен екен. Осында келген соң Кәсіп апамызды білетіндерден сұрастырып едім, жарықтық дүниеден өтіп кетіпті. Өзінен тараған ұрпақтары Қарағанды облысы Ақтау, Теміртау маңында тұрады екен. Таяқты қасқыр. Ал мына оқиғаны айтып берген адам Шынай Рахметұлы дейтін танымал өлкетанушы ағамыз. Бірде дейді Шықаң. Сайыр тауына аңғарауға шыққан аңшылар қатар жұптасып, бірін-бірі қолтықтап қашып бара жатқан 3 қасқырды көреді. Аңшылар аңтаң, қасқыр деген хайуан бірінің артынан бірі тізбектеліп жүруші еді. Мыналардың әрекеті қызық екен, жүрістері де өлімсіз бе қалай? Содан аңдыған алмай қоймас дегендей, қолтықтасқан қасқырлардың ізіне түскен кәнігі аңшылар келесі белестен күтіп жатып, ең ірісін қарауыл қалады. Оқ дәл қос өкпеден тиген арлан сеспей қатады. Мына қызыққа қараңыз. Қалған 2 қасқырдың бірі жосып береді де, екіншісі тырп етпей жатып қалады. Тәжірибелі аңшылар аттарын жақын маңға тұсап қойып, оқтаулы мылтықтарын кезеп жақындап келсе, үлкен қасқыр өліп қалыпты. Ал жер бауырлап қаша алмай қалған қасқырдың алдыңғы 2 аяғы жоқ екен. Бейбақ жер бауырлап жатып қалған артқы 2 аяғын шондайына дейін көтеріп тыпыр-тыпыр етеді. Мұндай тосын оқиғаға тап болған аңшылар анықтап қараса, бұл хайуан күшік кезінде қақпанға түсіп, содан алдыңғы 2 аяғын қиып құтылған сияқты. Содан бері 2 аяқтап күн көрген. Ұяластар мұны далаға тастап кетпей, алдыңғы 2 қолтығына көлделең ағашқа жүгіртіп, оның 2 басын 2 қасқыр азуымен тістеп алып, 3-еуі қатарласа қашады екен. Шамамен осылай 7-8 жыл өмір сүрген сияқты.
Екі көзі қанталап, кеудесімен жер жастанып жатқан қасқырды аңшылар атып алып қараса, көлдірің таяқ ағаш тіпті жүніне оралып, қолтық етімен тұтаса бітік беткен екен. Осылай таяқты қасқырды атып алған аңшылар бұл хайуанның әрекетіне тамсана таңданып, ел жұртқа көргендерін айтып жүріпті. Ақ түс қара қасқыр. Менің туған ауылымның батыс жағында оншалық алыс емес Долан қара деген тау бар. Бала кезден білемін, таудың күмбеті қыстың өзінде шуақ тартып тұрады. Сол себепті де осылай аталған болу керек. Дәл таудың бөктерінде менен бірнеше жас кіші Қуаныш дейтін азаматтың қыстауы орналасқан. Осыдан 10 шақты жыл бұрын дейді Қуекең, қайдан келгені белгісіз ақ түс қара қасқыр пайда болды. Өздері тым әккі маңайдағы тайынша торпақтан тоқ қоймады. Бұрын мұндай ақ түс қара қасқыр көрмеген ел аңтаң. Біреулер бұлар қасқыр емес, жабайы ит шығар дейді. Қысқасы, нақты жіп тағалмай қиналады. Содан Бердіхан деген аңшы қақпан құрып қасқырдың бірін қолға түсірді. Кәдімгі қасқыр. Екіншісін аңшы Жәнібек атып алды. Бұл жігіттер қасқырдың қара терісіне қызыққан сияқты. Кешікпей бұл қара қасқырлардың да сыры ашылыпты. Жаңағы Долан таудың теріскейіне қыстау салған Кеңшілік деген қойшының атақты қасқыр алатын Құтпан атты ақ түс қара иті бар еді. Осы ит 2 жылдың алдында жоғалып кеткен болатын. Кеңшілік қария тап бір атан түйесі жоғалғандай қайғырған екен. Артынан анықталғандай Құтпан Қатугелдің жонында ылыққан қасқырлармен бірге жүргенін мал отарлатып барған қойшылар көрген екен. Қысқасы, батыл төбет түйіккен ұрғашы қасқыр ертіп кеткен екен. Ақыры ана ақ төс қара қасқырлар Құтпанның күшігі болып шығыпты.